Сәлем достар, біз бүгін осындай қуырылған ыстық салат жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ингредиенттің көлемін описание бөліміне жазып өтетін боламын. Ең алдымен етті жұқа соломка қылып турап алатын боламыз, видеода көрсетілген. Кейіннен болгарский перец және ашты бұрышты турап аласыздар. Аштылығына қарай 2 немесе 1 қоссаңыздар болады. Бұрыштарды да соломка қылып турайтын боламыз. Қатты қалың қылмайсыздар. Менің YouTube каналымда плейлист бөлімінен выпечкалар, салаттар, ужин және обед деп бөлініп тұрады. Неше түрлі тағам түрлерін көре аласыздар. Каналға тіркеліп өтіңіздер. Бір пияз турайтын боласыздар. Бір сәбізді осылайынан өткізетін боламыз. Және де қияр. Чеснокты теркадан да өткізсеңіздер болады, немесе майдалап турасаңыздар болады. Және де кинза. Кейін қызып тұрған майымызға етіміз бен пиязымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Кейін қызарғаннан кейін соевый соусты құямыз. Солай тағы да 7 минуттай орташа отта қуыратын боламыз. Жеті минуттан кейін бұрышымызды және сәбізімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Және де газын басып, отты басып, 10 минуттай бұқтырамыз. Біздің сәбізімізбенен бұрышымыз жұмсару керек. Оған дейін біз ыңғайлы ыдысқа қиярымызды салып, чеснок салып, тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка салатын боламыз. Кейіннен барлығын қиярдың үстіне салып, араластыратын боласыздар. Және де бетіне рисовый уксус құясыздар. Рисовый уксус болмаса, онда обычный уксус. Мен рисовый уксус қолдандым. Егер де ашты болғанын қаласаңыздар, онда тағы да паприка, ашты бұрыш қоссаңыздар болады дәміне қарай. Бұл салатты ыстықта жіберсеңіз де болады. Не болмаса, суықтай холодильникке қойып, тұзының бәрі сіңгеннен кейін дәмі ерекше болып шығады. Және бетіне кинза себетін боласыздар. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып өтіңіздер. Ас болсын.